Ассалаумағалейкум. Көктемнің күнімен көңілі жадырай түскен ағайын. Қайырлы күн, қасиетті ел, қарқаралы жайсаңдары. Дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні, әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемді жайнатып, ән шұғыстарды сайратып, Наурыз тойын тойлатып, жаңа жыл келді. Ендеше той құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ұлы мереке сіздерге тек жақсылық әкелсін. Сен білесің бе, Наурыз мерекесін тойлау дәстүрлі дүниежүзілік халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан бері орын алған десе. Иә, менің естуімше, ежелгі түркілер ұлыстың ұлы күндері жаңа киімдерін киіп, сақал мұрттарын түзеп, шаштарын алдыратын болған. 6 күн садақ тартып, машықтанған соң, 7-ші күні алтын теңгеден жамба атып, жарысқан деседі. Егер кім бірінші болып жамбыны атып түсірсе, сол адам сол күні, яғни бір күн елге патша болып, билік жасауына ерік берген деседі. Ал қазақ даласында ұлыстың ұлы күні бүкіл адамды тең санаған деседі. Құл мен күнде шаруадан босап, еркін бой жазуға мүмкіндік алған. Бұл күнгі дастархандағы дәм, айтылар әңгіме көпке ортақ болған екен. Дұрыс айтасың. Береке басынан басталады демекші, жыл басы жақсы басталса, аяғы да жақсы болады деген қағиданы беріп тұтанған. Халық бүкіл ыдыс атаулыны дәнге, аққа, таза суға толтырып, бетін ашық қалдырған. Мұның мәні дала аралаған қыдыр ата келіп, қыдыр құт тартып кетеді дейді екен. Жаңа жылда 22 наурызды халық ұлыстың ұлы күні деп ұлағаттаған. Ұлыс күні қазақ үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. Бұл күні болған әрбір өзгеріске аса мән берген. Қар немесе жаңбыр жауса, нұр жауды, туар жыл нұрлы болады, Наурыздың ақша қарындай деп ырымдаған. Әсем теңеулер айтып, ағынан жағыла қуанса, мал төлдесе бір тал көк шөп артық шығады деп ырымдаған. Ұлыстың ұлы күні көлденеңнен шөпке жан бітіп, қырда саршынақ әннен қалт етіп, бір көрініп, қайта әнге кіріп кетіп, жер беті әбден жылығанда шығады дейді. Тілімізде осы күнге қатысты жер бетіне жақсылық ұялаған күн, ұлыстың ұлы күні, ұзақ ұшып келген күн, көк құт көзін ашқан күн, көк тас еріген күн деген сөздер оралымдары сақталған екен. Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар болмысымызды айшықтайтын қасиетті Наурыз мерекесі елімізге, әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт береке, бақыт пен молшылық алып келсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын.